Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Міне отбасымызбен Құдай қаласа Қызылорда қаласынан 26 қараша 2025, 24 қараша екен ғой. Құдай қаласа жол сапар, ақ жол дейміз Құдай қаласа. Антенніміз шығып қалады, жол сапар отбасымызбен. Қуанып болса Астанаға аман-есен жетіп алайық бұйырса. Таңғы сағат 6:30. Алла жар болсын. Қызылордам сағынатын болам. Алдағы уақытта видеоларды салып отыратын болам. Азанға 6:30-7-ге шыққан Қызылордадан осы келіп жатырмыз отбасымызбен Түркістанға, Майқұйы бекетіне. Қазір алдағы уақытта Шымкентке жетеміз бұйырса. И Шымкенттен амандық болса сол жақтан тамақтанып, 1-2 сағат демалып, қайта Тараз или Шуға жол жүретін боламыз. Алдағы уақытта түсіріп отыратын болам. Отбасымызбен. Біз Қызылордадан Астанаға көшу Түркістаннан кейін видео үзіп кетті. Енді мен Астанадан арасындағы болған жайттарды айтып отырайын сіздерге. Біз сол Түркістаннан шыққаннан кейін Шымкентке соқпай әрі қарай Таразға кеттік. Себебі шаршаған жоқпын, әрі қарай кофе ішіп алып, одан кейін бала-шағаммен әрі қарай да жолды жалғастырдық. Жолды қысқарту мақсатында, өйткені бізге түнге дейін Шуға дейін жету, сол жерде қонақ үй жалдап жетіп алып жалдау керек болды. Сол мақсатта одан кейін жолда қызықты оқиғалар болды. Карта Шуға жеткізбей Луговойдан бұрып жіберді. Мен өйткені бұрын Астанаға Балқаш арқылы жүрмеген, тек қана Жезқазған арқылы. Одан кейін Луговойдан тамақтанып, әрі қарай қысқа жолмен барамыз деп картамыз, біздің турист картамыз. Енді интернет нашар, стечныйға қарай жол көрсетіп нұсқап жібереді. Сол жерде біз артқа қарай қайтып 75 километр ұзартып алған болатынбыз. Сонымен азанғы уақытта Шуға келіп, кешкі уақыттарда одан кейін отбасымызбен тамақтанған болатынбыз. Ал келесі Құдай қаласа сіздерге Шудан кейінгі және Балқаш, сосын Астанаға, Қарағанды Астана деген оқиғаны алдағы уақытта айтатын боламын. Біз жолға шыққан күні жалпы кешкі 6:30-да жету керек болатынбыз Шуға. 6:30-7-ге шамасы. Бірақ біз кешкі 9:30-10-ға таман Шуға жетіп, аман-есен отбасымызбен сол жолай қала маңындағы қонақ үйлерге қоныстанып, жайғасып, өйткені бала-шағамыз бар. Себебі одан кейін 5-6 сағат ұйықтап болғаннан кейін қайтадан азанда жолға шықтық. Шу жақтан негізі көптеген кісілерге айтарым, азанғы уақытта, қыстық уақыттарда, желтоқсан айларында қатты су буланғаннан кейін Балқаштың буланып, тұман өте қатты болады екен. Негізі сағат 8-9-ға шыққаны рекомендация болады жалпы. Алдағы жол жүрген кісілерге бұл құлақ қағыс. Ал одан кейін біз жолда Қарағандыға жеттік. Қарағандыға біз кешке таман жеткендіктен сәл шаршаңқы болдық, мүмкін тынығып алармыз деп ойладық. Бірақ ар жағына 2,5 сағат көрсетіп тұрғаннан кейін тікелей Астана магистралімен жолға тарттық. Ол жерде 140 білесіздер. Шаршаңқы болдым, бірақ егер жолда сіздер шаршайтын болсаңыздар, бір адам жолаушы болатын болса, бір шопыр болатын болса, ол өте ауыр болады. Негізі отбасымен тынып алған дұрыс. Бірақ мен ондай қатты шаршанған жоқпын, орташа деңгейде болдым. Сол себепті біз кешкі сол 9:30-10:30-ға таман осы Астанаға аман-есен жеттік. Жалпы Қызылордада 34 жыл өмір сүрдім. Енді осы Астанада бала-шағам өскеніне байланысты және жаңа серпін, жаңа өмір, жаңадан вызов дейді ол жалпы өмірге. Жаңа адамдарды тану мақсатында осы Астанаға көшкен жайымыз бар. Қызылордаға рахмет, ал Астанаға қош көрдік дейміз. Сіздерге видео ұнаса, арнамызға жазылып, пікірлер қалдырып, жолда қандай қызықты оқиғалар көргендеріңізді айтыңыздар. Сөз соңында айтайын, Луговойда бір разъезд бар екен. Ол жақта бірақ ол мәселені шешпесе болмайды, өйткені разъезде пойыз арқылы көптеген очередке тұрып қалдық біз. Шамасы 1-1,5 сағаттық кішкентай жерден ол мәселені шешуші ағайындар, басшылар шешу керек деп ойлаймын. Өйткені
халық ол жерден көп кісілермен сөйлестім. Ол мәселені халықтар сол шешуді қалап отыр екен. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Алдағы уақытта біздің контенттерді күтіңіздер.